Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3 сынып оқушылары. Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сөздердің білдіретін мағынасын түрлену тұлғасына қойылатын сұрағына, сөйлемде атқаратын қызметіне қарай топталуын сөз таптары дейміз. Балалар, сөз таптарының ішінде бүгін зат есімге тоқталамыз. Зат есім құрамына қарай білеміз: дара зат есім, күрделі зат есім. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, от, ара, қант, оқушы. Күрделі зат есім кемінде 2 сөзден тіркесу арқылы жасалады. Мәдениет үйі, ата, ана. Зат есім жалпылай немесе жекелей аталуына қарай жалпы есім, жалқы есім дейді. Балалар, біздің өткен сабақтарда өткен болатынбыз. Жалпы есім, мысалы, қала, өзен, тау, кітап, кісі, бұлар жалпы есім кішкентай әріппен жазылады. Ал жалқы есім ол адам аттары, жер су аттары, жануарларға қойылған аттар, оның бәрі жалқы есім, яғни олар үлкен бас әріппен жазылады. Мысалы, Алматы, Ертіс, Алатау, Абылай дейтін болсақ, бұлар жалқы есімге жатады. Зат есім сонымен қарай балалар тұлғасына қарай білеміз: негізгі және туынды зат есім болып екіге бөлінеді. Негізгі жер, су, қала болса, ол негізгі зат есім, яғни түбірсіз. Ал туынды зат есім оқушы, айтыс, білім, бұл туынды зат есімге жатады. Балалар, оқулығымыздың 110-шы бетін ашайық. 40-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Ауылға барғанда. Мен биыл жазда ауылға бардым. Онда мені Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Назерке, Үмітпен бірге картоп түптедік, пияздың арамшөптерін жылдық. Шілденің ыстық кезінде суға түскен қандай рахат. Қайта шомылып жүріп, мен малтуды да үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан, ала жаздай жәрдем бердің. Бір мая шөп тұрғыздыңдар. Еңбегіңді бірден беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, бергем ғой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерен болды, сондықтан да тор биенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанмен өсе келе ат болмай ма? Балалар, Дархан қайда барды? Дұрыс айтасыңдар, ауылға барды. Ауылда Дархан немен айналысты? Жаз бойы жаңағы ағасының қыздары Назерке мен Үмітпен бірге картоптарды түптеді, пияздардың арам шөптерін жылды. Балалар, ыстық күндері суға түсті. Ол қандай бала? Дұрыс айтасыңдар, езгезек, жақсы бала. Оған ағасы не атады? Былтырғы жылы оған жаңағы қой атаған болатын. Ал биылғы жылы оған құлын атады. Неліктен атады оны? Оның жаңағы ағасына көмектескені үшін, ерен еңбегі үшін деп атады. Ал сен ауылға бардың ба? Ауылға барғанда не істейсің? Саған қайда демалғанын айты, балалар. Осы сұрақтарға өз жауаптарыңды бере қойыңдар. Енді балалар, дәптерімізді ашып, мәтіннің алғашқы 2 сөйлемін жазып, сөз таптарына талдай қояйық. 41-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына негізгі зат есімдерді қойып жаз. Кезек, кезекші, сый, сыйлық, көл, көлшік, іс, іскер, сөз, сөздік, дос, достық. Жарайсыңдар балалар. 3-ші жаттығу. Кестені тиісті сөздермен толтыр. Жұмыс, шы, жұмысшы. Түбірлес сөз жұмыс, шы, жұрнақ, туынды сөз жұмысшы. Дос, тық. Іс, кер, ойла, қолда. Басқа қандай сөздермен кестені толтырсақ болады балалар? Өзіміз кестені толтырып дәптерімізге жазып алайық. Үйге тапсырма. Зат есім туралы оқимыз, қайталаймыз. Зат есім тақырыбына сөз жұмбақ, ребустар құрастырып келсек болады. 43-ші жаттығуды орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар.
Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.